сәлеметсіңдер ме? Бүгін біз екінші тараудың бірінші тақырыбы оң сандар және теріс сандармен танысатын боламыз. Біз өмірде мысалға алайық. Мысалға, күн қазір бізде суып бара жатыр. Яғни сол кезде бізде ауа райынан мәлімет айтқан кезде әрқашан айтады. Мысалға, минус 10 градус немесе 10 градусқа суыйды, келесі күні мысалы 10 градусқа жылыйды деп. Соны градустармен айтқан кезде тағы да, немесе оны тағы да айтады. Егер минус 10 градус болса ауа температурасы, онда 10 градусқа суыйды дегеннің орнына минус 10 градус деу мүмкін. Немесе жылыйды 10 градусқа жылы болады дегенде плюс 10 градус деу мүмкін. Міне осындай 0 градустың жоғарғы төменгі жағында тұратын бізде ауа температурасын тексеріп беретін бізде термометр бар. Оны әрбір үйде, мектеп орындарында, балабақшалардың бәрінде қолданылады. Яғни үйдің, даланың температурасын біліп отыру үшін адамдар осы бір өлшеу құралын пайдаланады екен. Сол кезде бізде ауа температурасы 0 градустың жоғарғы төменгі жағында жүреді. Жоғарғы жағында болса, ол плюс деген таңбамен беріледі, яғни жылы дегенді білдіреді. Төменгі жағындағы сандар болса, суық, ол минус таңбамен беріледі екен. Және сонда егер нөлдің жоғарғы жағындағы жаңағы плюс таңбамен берілген сандарды біз оң сандар дейміз. Нөлден төменгі минус таңбамен тұрған сандарды біз теріс сандар деп атайды екенбіз. Дәл сол сияқты мысалға бізде жердің тегіс бет деңгейін біз салыстырмалы түрде жердің бетін тегіс деп аламыз да, сол жер бетінен биік тұрған тау болса, осылай тау болса, онда біз жер бетін біз салыстырмалы түрлі жердің тегіс бетімен салыстырып тауды айтамыз. Жер бетінен мысалы 3000 метр биік десек, мысалы осы таудың ең биік шыңы, онда айтамыз жер бетіне қарағанда 3000 метр биік дейміз. Бұл жерде биік қолданып тұр. Ал енді таудың етек жағында мысалы ойпат немесе теңіз бар дейік. Ол теңіз жер бетінің тегіс бетінен әлде қайда тереңдікте жатады ғой. Сонда ол ең терең жерін есепке аламыз жер бетінен қарағанда. Мысалы 500 метр тереңдікте болсын осы жер. Онда біз айтамыз, осы көлдің тереңдігі 500 метр дейміз. Тереңдік. Яғни жердің бетінен төмен түсіп кеткен бетін терең деп алдық. Ал жоғарғы бөлікті таудың шыңына дейін бар қашықтықты біз биіктік деп алып жатырмыз. Сол кезде біз осы таудың шыңын биік болғандықтан плюс 3000 метр деп те аламыз. Мысалы тау бізде плюс 3000 метр, жер бетіне қарағанда плюс 3000 метр биіктікте жатыр деп ала аламыз. Ал жаңағы көлдің тереңдігін біз минус 500 метр деп ала аламыз. Яғни ол жер бетін бағана термометрде 0-дің асты үстінде жүрді ғой, жоғары төмен. Дәл сол сияқты жердің бетінен биік нәрсені плюс, ал төмен терең нәрсені біз минус таңбамен алады екенбіз. Міне бұл бізде оң сандар мен теріс сандар. Яғни осыған дейін оқып келген сандарымыздың бәрі натурал сандар және 0 болды. Сонда натурал сандар деп тұрғанымыздың бәрі бізде оң сандар. 0-дің жоғарғы жағында жатқан бөлігін оқып келдік. Ал енді біз соған қарама-қарсы сандарды оқып жатырмыз, яғни астыңғы жағында жатқан сандар. Ал 0 деген ол оң санға да, теріс санға да жатпайтын сан деген сөз. Енді белгілеулеріне келейік. Егерде жаңа айттық теріс сандардың алдында минус таңбасы, оң сандардың алдында плюс таңба жүреді. Оқығанда мысалы минус 5, плюс 3, минус 7, енді 0 оң санда, теріс санда болмайды. Осылай оқи аламыз. Енді осы жерде оң сандар егер өрнектің алдында келсе, мысалға 3, қосу, 17, азайту, 15 деген сияқты. Бұл өрнектің ең алдында тұрған 3, ол оң сан. Егер осылай өрнектің алдында тұрса, онда плюс таңбасын қоймай-ақ қоямыз. Ал арасында тұрса, онда қойылады деген сөз. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай, оң сан өзі жалғыз тұрса. Мысалы 8 дейік. Онда оның алдына плюс 8 деп жазып жатудың керек жоқ. Ол оң сан, сондықтан оған таңбаны қоймай-ақ қоямыз. Міне оң сан екі түрлі жағдай. Егер өрнектің алдында болса, плюс таңбасы қойылмайды. Өзі жалғыз келсе оң сан, онда плюс таңбасы қойылмайды деген сөз. Ал теріс сандарға келген кезде, бұл оң сандар турасында. Ал теріс сандарға келген кезде, егерде
теріс санның алдында көбейту, бөлу, қосу, азайту амалдары келсе, онда теріс сан міндетті түрде жақшаға алынып жазылады. Мысалы 15 азайту минус 17 деген өрнек болса, онда осы минус 17 деген теріс сан алдындағы азайту таңбасы тұрғандықтан екі таңба қатар кеп қалды ғой. Сол кезде теріс сан міндетті түрде жақшаға алынып жазылады. Сол сияқты мысалы 8 көбейту минус 4. Міне, бұл жерде теріс сан минус 4, алдында көбейту амалы болғандықтан жаңағы теріс сан жақшада жазылады екен. Бұл теріс сан болғандағы ескеретін жағдай. Ал енді мысалға бір 30 ойыны болса, бір ойынға қатыстық, ұтып алдық. Ол бізге өзімізге алып жатырмыз ұпай. Ол бізде плюс болады. Ал ұтылып қалсақ, ол бізде шығын, яғни минус болады. Сол сияқты банкке ақша саласың, өсім аласың. Яғни саған кіріс қосылып жатыр, онда сенде ол плюс ақшаң көбейт деген сөз. Ал бір нәрсе жинаған қаржыңнан бір нәрселер сатып алып жатсың. Яғни сенде шығын шығып жатыр. Сондықтан ол жерде минус деген сөз. Сол плюс пен минусты бір-бірінен ажырату керек бүгінгі сабағымызда.